Şimdi tamamını Dolayını salıp alıp geldi. Айтпақ жамбал айтып қалды ғой олар. Қарағым. О, шора немен айналысқан? Күреске барып Мына Сахеңнің нелерін тыңдап келе жатырық. Естеліктерін. Мынау Шахең қарындасымыз бар екен, Қызылордада тұратын. Тамақ алып шығып, сонымен әдемі келе жатырмыз. Кеше 90-91 жылдар арақ ішетінде бақым келмей қойып шығып кеттім, жұмыс істеп жүрдім да. Арақ сөйтіп жүрдім. Сонан сөйтіп жүргенде күздігіні осыны байғавлаған бір мән зап беріп болды. Мені біреу долан дейтін жерде қой қырқып жатыр. Сонан күздігіні соларда қой қырқып жатқанда байғав машинеге беріп мына солдатты алды площадканың екінші бөлімге. О жердағы. Соны келіп қарауылдап отыр. Оу, су жоқ қой мен бұлымды. Дым отым жоқ. Өзім обеспечте деп соларға деп. Сонан бір күні Байекеңдеп шөп жинаған. Іскірт қой жоңышқа. Мисал кісіде жоңышқа жинап тұтаған. Бір күн сұрланып алған келіп. Әйнек жоқ. Ішінде әйнектер жинап қойған ғой. Мен біреуге бермеймін бір күні. Қарауылмын ғой бермеймін. Сағылға бір күні әйнек жоқты. Sonra жоңышқа ұрлапты деп. Sonra екеуміз келістік ағам екеуміз. Сөйлеп кетті. Сонан кейін сондағы айтқан өлеңі ғой. Қойма келіп. Қойдан шығып жұмыссыз жүргенімде шырмал. Бастық болдық фермаға, байғавлаға бір мән. Тыңдағысы келіп тұр ғой. Онан кейін күндерім өте берді бір қалып. Ожарға барды, доланда жүргенімде жұңғағым. Амал бар ма айтқан соң, ожарға барып отырдым 30 жылдан құр қалып. Қарап тұрып өлсін бе бірталай күн аққалау тезектерді тұрбаныпты. Тезектерді әйелі ғой. Онан кейін күндерім өте берді бір қалып. Болмаған соң сәбенмен тұя келдім ұрланып. Онан кейін жағдайым жүре берді қырланып. Бір күні келді Байекең кабинада ырғалып. Келе сала шүйлікті әйнек жоқтап сұрланып. Бәле салды тағы да бірталай шөп жоңышқа кетіпті деп ұрланып. Өлмеген құлға жаз болып, ұмытылады-ау бәріден. Артымда қалса болады да осындай өлең жырланып деп бір айтып тастады. Сәке бір жаңағы кімге бір өлең шығарғаныңыз бар деп еді ғой. Пірімбетовке, Түгелбай Пірімбетовке. 83 жылы ғой, күздігінің декабрь айының аяқ жағында көне қарағайда сайлау екеуміз, Қошқар сайлауды екеуміз көріп отырамыз. Сайлау Қошқар бағады, мен Тоқты бағадым. Бір күні күн суық, қара суық. Ызғып тұр, сыртының батпағы түсіп қалған. Бір күн сол Сәдуақас келіп кетті азанда. Соны екеуміз арақ ішіп алып күн жаман екен, қазір нағыламызды әйлі көпшек қызыл 5-6 дауын босатып тастады ғой. Бір кезде ассалаумағалейкум деп бұл есіктің алдында Түгелбай кіріп келіп тұр. Қара ішкен шешіп алып, қолғаппенен ветровоймен ашкен сүртіп тұр. Басында түлкі құлағын байпақ көшкен отырған адам да отырған. Ей, сен осы айтқыш бала дейді, жырау дейді. Өлең айтшы көрші, біздің адам готовый өтірік өзінде. Сондағы айтқаным ғой, Құдай алдыма салған шығар. Совхоздың директоры Пірімбетов мен бір жан қой бағатын дүрілдеді. Тамының қамыстыр батпағы жоқ, қойыпта құлшарықты дірілдетті. Болды деп, аржағын сайлау иш-шай дейді сөйледі. Аржағын айтқызбады. Болды, жарым там салып тұрым сендерге.